Лұқпан ата мен әділ. Лұқпан атаның Жомарт деген бір досы болыпты. Жомарттың әділ деген жалғыз ұлы Асыл деген әйелі болыпты. Жомарт орташа ауқаты бар, қолы ашық мырза демекен. Ол сұрап келген адамның тауын қайтармай, қалы келгенше жәрдем етіп тұрады. Ал алған адамдар да кезінде қайтарып, жақсылығын ұмытпайтын болады. Сөйтіп Жомарт не кемімей, не байымай бір қалыпта жүреді. Жомарттың өзі бір талай жасқа келсе де жалғыз баласы әділ, ақылы кемдеу және ерке болады. Үйге кім келді, кім кетті, әкесі кіммен араласады, кімге жәрдемдеседі, кімнен алады, кімге береді, онымен әділдің ісі болмайды. Ішкен ас, киген киім, мінген ат, ойнаған ойынға мәз болып жүре береді. Әйелі Асыл болса, одан еш нәрсеге араласпайтын адам болады. Ерім барда қайғы жоқ, әділжанды өсіп қалды ғой деп жүре береді. Күндерде бір күні Жомарт ауырып, өлерменге келеді. Баласы мен әйелін Лұқпанға тапсырайын деп Лұқпанды іздетеді. Ел аралап, алысқа кеткен атайды, қапелінде табу қайда, сәті түспейді. Нақ өлуге жақындағанда баласы мен әйелін шақырып: "Шырағым Әділжан, жас қалдың, келін алып қызыңды да көре алмадым. Мен бұл дүниеден озғалы жатырмын. Анаңды сыйла, қонақты сыйла, менің атағымды жоғалтпа, адал сүт емген әйел ал. Қазақта әкең өлсе де, әкеңді көрген өлмесін деген сөз бар, есің ұста. Жақсымен жолдас бол, мұқтаждан қысылсаң, Лұқпан атаңнан ақыл сұрарсың" депті де көзін жұмытты. Жомарт өлгесін енді жас, қожа, әділге де келуші қонақтар көп болады, бірақ бұлар бұрынғы келіп жүрген қонақтардан өзге жас қонақтар. Ит жүгіртіп, құс салатын аңшылар, қарт ойнайтын қарташылар, алаяқ саудагерлер, тағы сол сияқтылар. Бұл қонақтардың берері болмайды, бәрі де ішіп жеп кете берді. Әкемдей мырза боламын деп сұрай келген адамның тауын қайтармай, не сұраса да бере береді, бірақ алған адамдар кері қайтармай, суға тастаған тас сияқты сіңе береді. Асыл болса, баласының бетін қайтармай, жалғыз бала ғой, өз жөнін өзі білетін шығар деп жүре береді. Әділдің бұнысын естіген жат адамдарды келіп, керектерін сұрап алып жүреді, тіпті олардың аты жөнінде сұрамайды. Қой шыны керек әйтеуір, Әділ аз уақыттың ішінде әкесінің жинағанынан айырылып өзі жарлы болады. Өзінен алған адамдар енді сені қайда көрдік деп танымайды. Анасы да енді баласына ренжіп, бала да өзін алып, ақылдан ада болып отырғанда көршісі Омар деген ақсақал келіп: "Әкең өлерінде қандай өсиет айтты" деп сұрайды. Әділ бәрін айтып береді. Омар қатты қынжылып: "Әкеңнің айтқанының бәрінде орындапсың ғой, енді қалғаны Лұқпан атаны іздеп екен. Өзің Лұқпанды іздеп тауып, әкеңнің өсиетін айт" деп ақыл береді. Мал дегенде жалғыз қотыр байтал қалған екен. Әділ ертеңіне осы байталды ертеп мініп, жанына кішкене торсық байлап, көршілерінен айран құйдырып алып жолға шығады. Лұқпанның қайда екенін, қандай адам екенін білмейді. Басының ауған жағына қарай ел аралап жүре береді. Bir күндерде талма түстің кезінде балаға көлденің жолмен кетіп бара жатқан, үстінде ақ шапаны, астында тораты бар бір қарт кездеседі. Сәлемдесіп жөнін сұрасады. Бала: "Атым Әділ, Жомарт деген кісінің баласы едім. Лұқпан атаны іздеп жүрмін" дейді. Бірақ сіз кімсіз деп сұрамайды. Ақсақал: "Жарайды, онда бірге жүрейік, жолдас болайық. Ол кісі табылар, ел арасында жүрген шығар. Анау ауылдан түстік ішіп ауқаттанайық" дейді. Қарны ашқан Әділ қуанады да бірге еріп жүре береді. Екеуі алыста көрінген бір ауылға жақындайды. Қарт: "Балам, ана ауылға озып бар да, біз түсетін үй әзірлесін" дейді. Әділ шауып ала жөнеледі. "Кім айтты деп айтайын" деп сұрамайды. Бара сала бір үлкен үйдің сыртынан айғайлайды: "Біз түсетін үй әзірле" дейді. Үйге шығып: "Кет, көзіме көрінбей, жолаушы қарнап қойған үй жоқ" дейді. Әділ кері келіп қартқа айтады. Қарт: "Онда жүре берелік" дейді, ішінен ренжіп. Сонымен бұлар түстіксіз жүре береді. Кешке таман бір ауылдың қарасыдағы көрінеді. Қарт: "Бар балам, ана ауылға барып, біз қонамыз, үй әзірлесін" деп айтты де, "Өзің дәрет алатын су құман әзірле" дейді. Бала баяғысынша шауып ала жөнеледі. Бұл ауылға да солай дейді. Келе жатқан кім, оны айтпайды. Ол ауылда жолаушыға әзірлейтін үйіміз жоқ дейді. Әділ бұл жауапты алып қайта келеді. Енді қарт атынан түседі, Әділді де түсіреді. Әділді қасына отырғызып:
шырағым дейді қарт. Іздеп келе жатқан Лұқпан атаң мен, саған айтар ақылым мынау. Маңның түсін танығанша бірдің атын біл. Төрде отырып, есіктен кірген кісіге орын берме. Дастархан басында жұрттан бұрын пышақ шығарма. Тағысын тағы айтармын. Бірге боламыз ғой, бар енді анау ауылға. Лұқпан атаға түсетін үй әзірлеңіз де, дейді. Бала екінші рет шаба жөнеледі, барып айтады, ауыл ең жақсы үйді дайырлап, бәрі де алдынан шығып күтіп алады. Ақсақал, қарасақал, қарттардан бастап, сөз аңғаратын жастарға шейін Лұқпанның әңгімесін тыңдауға жиналады. Басында Лұқпанның қасында отырған Әділ есіктен кірген адамға орын бере-бере шәй келгенше босағаға жетеді. Атаның ақылы есінен шығады. Шәй ішіп, кейін қымыз келеді, одан кейін ет келеді. Етті турауды сол ауылдың бір қу саудагері әрі бұзық Тасболат деген басқарады. Ол ет турайтын кім деп пышақ бар деп жан-жағына қарайды. Атасының насихатын ұмытып кеткен Әділ жалма-жан жанындағы алтын пышағын ұстата береді. Ас туралады. Тасболат Әділге қарайды. Бала, мына пышақтың қынын әкел, және қайдан алдың, соны айт дейді. Әділ, ол менің өзімнің пышағым, өзіме қайтарыңыз дейді. Тасболат пышақты бермейді. Бұл менің пәлен жылы жоғалған пышағым, қанына шейін менікі, бұнымен бірге көптеген алтыным да жоғалды. Бүгін ұрымды таптым, шаршап келген қонақты мазаламаймын, ертең мына баланы тергеп, теңдігімді алып берерсіз деп, Лұқпанның қолын алады да тұрып жүре береді. Ел жатуға тарқайды. Лұқпан мен Әділ сыртқа шығады. Айтқанымды тыңдамадың балам, дейді Лұқпан. Еш нәрсе етпес, бір реті болар, ертең халықтың алдында тергегенде пышақты қайдан алдың деп сұрармын. Сонда сен, әкемді біреу далада өлтіріп кетіп еді, осы пышақ қанған болып жанында жатыр екен. Кім өлтіргені осы кезге дейін білінбей кетіп еді, бәлкім біреу осы пышақты таныр деп ел аралап жүредім. Онда менің әкемді өлтірген кісі осы Тасболат, әкемнің құнын алып беріңіз деп жатта еңіре дейді. Ертеңіне ел жиналып Лұқпан ата көптеген билік айтады. Кезек Тасболат пен Әділдің дауына келеді. Тасболат, пәлен жылы осы баланың ауылына барып едім, сонда осы пышақ алтындарым ұрланып еді. Ұры бала осы екен дейді. Бала атасының айтқанын айтады. Тергеудің қорытындысында пышақтың Әділдік екені анық. Тасболаттың сол ауылда болып, Әділді алдап, малын сатып алып, құнын бермей, картамен ұтып кеткені мәлім болады. Бала танып қалама деп отырған бай балам екен. Сонымен өтірікке дау салмаса да істің шыны ашылып, Әділдің мал ақысын алып береді. Тасболаттан бірнеше бойдақ жылқы алып айдап келе жатып, жолда Әділ әкесінің өсиетін Лұқпан атаға айтып береді. Лұқпан досының өсиетін естіп көңілі бұзылады. Одан кейін былай дейді. Ожар деген жарлы қызын ұзатайын деп жатыр. Той ертең басталады. Оның Зүбәржат деген ақылды адал үстемген қызы бар. Осы қызда Бияш деген бай баласы көп мал беріп, бір жағынан қорқытып алғалы жатыр. Тойды да өзі жасап жатыр. Мақсаты өзінің де атасының да атағын шығармақ. Бірақ қыз Бияшты сүймейді. Біз бүгін сол ауылға барып қонамыз. Айтқан ақылымды тыңда. Осы қызды сен аласың. Зүбәржат сені сүюге тиіс дейді. Әділ айтқанның бәрін орындауға уәде береді. Онда дейді Лұқпан атай, бүгін қызбен сөйлесіп көр. Егер ол ұнаса ертең ақыл үйретемін. Тек басыңнан өткен істі жасырма. Өткен істің өкініші жоқ дейді. Әділ Зүбәржатпен сөйлесіп бірін-бірі жаратады. Болған сөз уәделерін Лұқпан атаға келіп айтады. Лұқпан атай былай деп ақыл үйретеді. Бүгін ат шабысы болады. Сен айдап жүрген жылқыңның ішіндегі қаракер атты мініп кел. Ол жаратылған жоқ десе де шабатын ат. Ат жарысы басталмастан біразырақ бұрын отауға барды. Жезде атымызды жарыстыралық де. Оның да аты жүйрік. Ол сені теңсінбес. Сен қойма. Ашуланған ол саған шарт қояр. Сен, менің атым озалмаса, саған басыбайлы құл боламын де. Сенің атың озалмаса, еншісімен Зүбәржатты берді. Байдың ақылсыз есер мырзасы осыған көнер. Егер атың озып келсе, дауыңды өзім бітірермін дейді. Әділ мен Бияш осылай шарт жасасып, жарты күндік жерден аттарын жарыстырады. Жарыста Әділдің қарагері озып келеді. Лұқпан ата қалыңға берілген мал, тігілген үйлерді ожарға қалдырып, Зүбәржатты Әділге қосады. Тасболат пен Бияштан алған малды айдап еліне көшеді.
Жүре bir күні малға жайлы маңында ел бар бір жерге келіп қонады. Зүбәржат Әділге: «Мырзам, біз осында бірнеше күн тынығалық. Маңдағы елден бір сауынға сиыр тауып алалық. Сен атқа мініп, жетегіңе бір ат алып, мына ауылға барып көр» дейді. Әділ маңдағы елге барып, жетегіндегі атын беріп, қоса ақша беріп, бір бұзаулы сиыр алады. Жолда айдап келе жатқанда сиыр оқыралап бас жібін үзіп, бұзау бір жаққа, сиыр бір жаққа қашады. Әділ қайыра алмай, ызасы келіп, қолын бір сілтейді, үйіне қарай тартады. Бұны көрген ауылдың қу жігіттері әжуаламаққа өзеннің екінші бетіне шығып, Әділдің жолын тосып тұрады. Әділ атымен өзенге түсіп, өзеннің ортасына жете бергенде, үйірілген қатты құйын келіп, басындағы бөркін ұшырып әкетеді. Сонымен Әділдің бөркі суға кетіп, өз судан әрең өтіп шығады. Қыратқа шығысымен қызықты көріп тұрған қуақы жігіттер келемеждей жөнеледі. «Сені енді әйелің үйге кіргізбейді. Сендей ақымаққа еріп келе жатқан қандай әйел екен?» деп күлседі. Әділ: «Менің әйелім адал сүт емген, маған еш нәрседе айтпайды» дейді. «Қандай сүт емсе де сенің ақымақтығыңа шыдамас» дейді қыраттағы жігіттер. Әділ: «Олай болса еріп жүріп көздеріңмен көріңдер» дейді. Сонымен жігіттерді ертіп Әділ үйге келеді. Зүбәржат бәрін аттан түсіріп, аттарын байлап үйге кіргізеді. Дайындаған шай да келеді. Бірер пияла шайды ішкесін Зүбәржат. «Сапарыңыз оң болсын, мырзам, сөйлей отырыңыз» дейді. Елді аралап жүріп, әрең бір бұзаулы сиыр сатып алдым дейді Әділ. «Қайырлы болсын, сүтсіз қиын болып еді. Бұзауы кепе болса, қалғаны жолға ілесіп барады ғой» дейді Зүбәржат. «Оның мәні бар. Жолда оқыра тиіп, қуа таба алмай, одан айырылдым» дейді Әділ. «Онда бастан садақа, шығасы болмаса кіресі болмайды мырзам» дейді Зүбәржат. «Өзеннің орта жеріне жете бергенімде құйын шығып, көзімді ашырмай, атымда тықыршып тұрмай, әуре болып жүргенде басымдағы бөркімді де жоғалттым» дейді тағы Әділ. Зүбәржат: «Оқасы жоқ мырзам. Басыңның пәлесі кеткен екен, бөріктеген қозының терісі ғой» деп тұрып барып, сандықтан бір бөрікті алып басына кигізеді. Әжуашыл жігіттер үн-түнсіз өз жөндеріне кетеді.